Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 129-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы еліктеу сөздер. Бүгінгі сабақта сіздер еліктеуіш және бейнелеуіш сөздерді ажырата алатын боласыздар. Сөздердің мағынасын мәтін бойынша анықтай алатын боласыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша бейне жазбаны қарауды ұсынамын. Еліктеуіш сөздің түрлері. Еліктеуіш сөз әртүрлі дыбысқа, қолысқа еліктеуден және олардың бейнесін елестетуден туындаған сөз. Мына табиғатты тамашалау керемет. Асан, допты тарсылдатпашы. Келіңдер, доп ойнайық. Тылсым табиғатты ұйқысынан селк еткізіп оятайық. Доп ойнағанша анау сарылдап аққан тау өзенін тамашалайық. Тынаш. Табиғат бізге өз музыкасын сыйлап тұр. Тыңдаңдаршы. Рас айтасың. Міне, шыр-шыр еткен шегіртке үні, маса ызыңы, гүрілдеп аққан тау өзені. Сендер бүкіл еліктеу сөздерді айттыңдар ғой. Олай болса, әне арттарыңда қорбаң етіп аю көздері жарқ-жұрқ етіп қасқыр келіп қалды. Қойшы Асан, қорқып қалдым ғой. Несіне қорқасың? Бұл да еліктеу сөздің бейнелеуіш түрі ғой. Еліктеу сөздің мағынасына қарай екі түрі бар. Олар еліктеуіш, бейнелеуіш. Еліктеуіш сөздері: дыбыстық еліктеуіш, бейнелеуіш, еліктеуіш. Табиғатта заттардың қозғалуы, бір-бірімен қақтығысуы сияқты алуан түрлі қимыл, амал әрекеттердің нәтижесінде түрлі дыбыстарды естиміз. Сол дыбыстарға еліктеу арқылы пайда болған сөздер еліктеуіш дыбыстық сөздер деп аталады. Мысалы, бозжорға ауыздығын қарш-қарш шайнады. Қарш-қарш сөзі дыбысқа негізделген. Табиғаттағы заттардың қозғалысын күйін көру арқылы сипаттайтын, бейнелейтін сөздер бейнелеуіш сөздер деп аталады. Мысалы, алыстан жылт-жылт еткен от көрінді. Жылт-жылт бейнелеуіш сөз. Оттың алыстан көрінуін бейнелеп тұр. Оқулықтың 123-ші беттегі 47-ші жаттығуға назар аударайық. Екі жұмбақ берілген, жұмбақтың шешуін тап дейді. Орманда ең биік ағашқа қонады. Тұмсығы балта етіп, тоқ-тоқ-тоқ соғады. Жауабын ойланып алыңыздар. Жұмбақтың жауабы тоқылдақ. Жарайсыздар балалар. Қарамен жазылған сөзге назар аударыңыздар. Тоқ-тоқ-тоқ. Бұл еліктеуіш сөз. Шыр-шыр етеді, құлағыңнан өтеді. Ұстай алсаң, сөйлеп кетеді. Жұмбақтың жауабы телефон. Бұл жердегі қарамен жазылған сөз шыр-шыр, ол еліктеу сөз. Енді осы 123-ші беттегі 48-ші жаттығуға назар аударайық. Артық сөзді тап ойыны. Бірінші бағанда кітап, дәптер, сызғыш, балпаң-балпаң. Екіншісінде жазады, желп-желп, басады, өшейді. Үшінші сөздер қатары мен, өзі, саған, сатыр-сұтыр, ешкім. Тапқан сөздеріңмен сөйлем құрап айт. Ал енді балалар, оқулықтың 124-ші беттегі 49-ші жаттығуда еліктеу сөздерді түрлеріне қарай сызбаға топтап жазу керек. Бүркең-бүркең, бүлк-бүлк, гүрс, жыбыр-жыбыр, қаңқ, шыр-шыр, шорт, шіңк, күтір-күтір, қалт-құлт, жалт-жұлт, тарс, шаң-шұң, қытыр-қытыр. Осыны екі көру арқылы жасалған бейнелеуіш сөздер және есту арқылы жасалған еліктеуіш сөзге екі топқа бөліп жазу керек болады. Сіздер жаттығуды орындаңыздар, біраздан кейін дұрыстығын тексеретін боламыз. Көру арқылы жасалатын бейнелеуіш сөздерге бүркең-бүркең, бүлк-бүлк, жыбыр-жыбыр, шорт, қалт-құлт, жалт-жұлт деген сөздер жатады.
Ал екінші есту арқылы жасалған еліктеуіш сөздерге гүрс, қаңқ, шыр-шыр, шіңк, күтір-күтір, тарс, шаң-шұң, қытыр-қытыр деген сөздер жатады. Ал енді балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге 51-ші жаттығуды алатын боламыз. 124-ші беттегі. Сау болыңыздар.